Мысалы, бүгін 112-ші сабақта бізге мындай бөлу берілген, 3 таң балсаңды 1 таң балсаңға бөлу. Бұл жағдайда өткен сабақта мен сендерді аяғы нөлмен аяқталатын мәнінің аяғы нөлмен аяқталатын қалай болатынын үйреткем. Енді қазір орта жағында, яғни ондығында нөл болады. Ол нөл қалай келеді? Мен сендерге соны үйретемін. Бір мұқият қараймыз. Бірінші міндетті түрде толымсыз жүздіктен жете ма, болмаса толымсыз ондықтан қайырамыз ба? Қазір оны зерттеу үшін бірінші көбейту кестесіне назар аударамыз. Көбейтудің кем дегенде неден береміз дедік? 1-ден. 5-дегі бірім қанша? Жауабы не жазылады? 5 болады. Значит, мынадан алына ма балалар? Алынады. Яғни біздің толымсыз жүздігіміз жетеді екен. 1-ден береміз. Мәні 5 болады. Мына екеуінің мәні. Енді азайтамыз. 0. Келесі шақырамыз. 3 санын шақырамыз. 3 санын шақырдық. Қайтадан таблицаға барады. 3-де кем дегенде қаншадан береміз дедік? 1-ден береміз. Мәні қанша болады сонда 5-дегі бірім? 5 болады. 3-ден 5 алына ма? Жоқ. Алынбайды. Осындай жағдай міне. Осындай жағдайда біз келесі санды тағы да қасына шақырамыз. Яғни 1 дегенде біз 1-2 санды қатар шақырған кезде міне жақтан 1-0 түседі екен. Міне 0 қайықтан келеді деп отқанымыз осы, Сөйтеміз да, енді қайтадан осы 37-ден азайтуымыз керек. 5-тің көбейту кестесінде қандай саннан берсем 37-ден аспайды, бірақ 37-ге жоқ. 5-дегі жетім қанша болады? 35 болады. Енді азайтамыз бірліктен бірлік. 2, 0 қалады, Тағы жоқ сан, шақыратында сан жоқ. Мынаның мәні шықты. Яғни жетпей тұрғаны қанша қалдық екен? 2 қалдық бар екен. Енді осыны тексереміз. Сразу тексеріп жүргізіп кетейік. 107-ні көбейтеміз. Қаншаға? Қай жерге жазамын? 7-ның астына жазамыз. Ал бірінші 7-дегі бесім? 35-та 5 жазылып, 3-і ойда қалады. Келесі 0-дегі бесім? 0. Ойдағы мен 3, 0-ге 3-ті қоссаң 3 болады. Келесі 1-дегі бесім? 5. 535 сан шықты. Енді алғашқыдағы санға әлі жетпей тұрмыз. Не істейміз? Қалдығын қосамыз. Қалдық қанша? 2. Қай жерге жазам мен? Бірліктің астына жазамын. Бірлігіміз 5 сан. Соның астына жазамын. Қосамыз. 7. Мына жерге қосатын сан жоқ. Өзі түседі. Мына жерде жүздікте де қосатын сан жоқ. 537. Алғашқы берілген сан шықты ма? Шықты. Міне өстіп, шығарып, тексеріп, дәлелдейміз. Сонда ғана біздің есебіміз дұрыс болады.